Ақша жинап үнемдеу, картамен төлем төлеу, бұл туралы кім айтат, алданудан кім сақтай? Ақша туралы ол айтат, болса балаңыз рапшыл. Финбатыр қаржы әлемінің қаһарманы. Ақша дегеніміз не? Ең қуанышты және жарқын мереке бұл туған күн. Әпкеңмен туған күндерің бір күнде болса, құттықтаулар мен сыйлықтар да 2 есе көп болады. Сендер әжеміз сыйлықсыз келді деп ойлап қалған жоқсыңдар ғой. Жақында мектепке барасыңдар. Сендерге ақшаны дұрыс пайдалануды үйрену қажет. Көптен бері армандаған нәрселеріңді сатып алыңдар. Балалар болса, енді бұл ақша қағаздарымен не істейтіндерін ойлана бастады. Бұл ақша, мысалы, самокатқа, планшетке жетеді ме? Иә, бұл жерде біреудің көмегінсіз шешу мүмкін емес секілді. Ақша жинап үнемдеу, картамен төлем төлеу, бұл туралы кім айтат, алданудан кім сақтай? Финбатыр балаларға ерекше қаһармандықпен көз тастап, артық сөзсіз бірден түсінді. Сөйтіп айта бастады. Баяғыда ақша әлі ойлап табылмаған кезде адамдар тауар айырбасын пайдаланды. Олар үйіндегі көп заттарын өздерінде жоғына айырбастайтын. Мысалы, жібекті тәттілерге, жемісті фарфор ыдыстарына. Және бұл өте ыңғайсыз болды. Енді бір алманы бүтін бір фарфор құмыраға айырбастауға кім келседі? Бірақ біз бір құмыраның 10 алманың құнына татитынын білсек, басқаша айтқанда, алма 1 тиын, құмыра 10 тиын болады деп айта аламыз. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз алтын мен күміс секілді асыл металдарды айырбастау үшін пайдалана бастады. Және олардан тиындар жасады. Бәрі-бірден әлде қайда оңай және ыңғайлы болып шықты. Содан бері дүкенде әрбір тауардың тұсында қанша тиын тұратыны жазылады. Бұл оның бағасы. Ал ақшада онымен қанша тиынды алмастыра алатыны, олардың атаулы құны жазылған. Баға мен атаулы құнды салыстыра отырып, біз ақшамыз сатып алуға жеткілікті ме, жоқ па, соны анықтаймыз. Балалар, егер өздерің қалаған нәрсеге ақша жеткіліксіз болса, онда әрқашан пайдалы, бірақ арзанырақ нәрсені таңдауға болады. Ал егер сендер өздерің қалаған затты алғыларың келсе, онда әрқашан ақшаны үнемдеп жинай аласыңдар. Ақша басқа тауарлар мен қызметтерге айырбастауға болатын ерекше тауар болып табылады. Атаулы құн ақшалай купюраның немесе тиынның ресми құны болып табылады. Баға мен атаулы құнды салыстыра отырып, біз ақшамыз сатып алуға жеткілікті ме, жоқ па, соны анықтаймыз. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл тағы да мен, сендердің достарың Финбатыр. Бүгін мен сендерге шын ақшаны жалған ақшадан қалай ажыратуға болатынын үйретем. Біз қазына таптық деп елестетіңдер. Вау!
Сандықта неше түрлі банкноттар жатыр. Қай банкноттың түрімен төлеуге болатынын, ал қайсысымен төлеуге болмайтынын қалай түсінуімізге болады? Бізге үштік ережесі көмектеседі. Қара, қолың ал, айналдыр. Бұл басқа елдікі екені бірден түсінікті. Сіз бұл түрімен дүкенде төлем жасай алмайсыз. Ал бұл ойында қолданатын ақша. Бірақ бұнымен әлі болған жоқ. Енді оларды қолға алып, айналдырып көрейік. Мынау өте текстеу екен. Әрине, бұл жалған ақша ғой. Шын ақшада дөңестер бар. Жолағы тегіс және жылтыр. Банкнотты шамға тағап ұстағанда сурет пайда болады. Құттықтаймын! Енді дүкенде төлеуге болатын ақшаны жалған ақшадан қалай ажыратуға болатынын білесіңдер. Ақша жинап үнемдеу, картамен төлем төлеу, бұл туралы кім айтады, алданудан кім сақтай? Ақша туралы ол айтады. Болса балаң ысырапшыл. Фин Батыр, қаржы әлемінің қаһарманы.